Баршаңызға сәлем, сіздермен Шолпан. Бүгін біз осындай адам ағзасына пайдалы дәрумендерге өте бай баклажанмен салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен сәбізіміз, сарымсақ, ащы татты бұрыштарымыз, жуа және баклажан қажет болады. Баклажанымызды осы видеода көрсетіліп тұрғандай ұзыншалатып турап дайындап аламыз. Ең алдымен дайын турап алған баклажанымызға тұз сеуіп, жақсылап араластырып, 10 минут уақыт шамасына қойып қоямыз. Қоңыр түсті сұйықтық су бөлінеді. Ендігі кезекте ащы тәтті бұрыштарымызды, сарымсақ, жуамыздың бәрін жуып алып, тазалап, жуамызды ортасынан 2 бөлікке бөліп, ұзыншалатып турап аламыз. Бұл салат негізінен адам ағзасындағы ет жетіспеушілігін жояды, тәбетімізді ашады. Содан соң ащы бұрыштарымыздың басын алып, осылай шеңбер тәріздес етіп, дәнімен бірге турап аламыз. Өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады бұрышты, ащыны қатты қаламасаңыздар, аздау қоссаңыздар болады. Ендігі кезекте осы көрсетіліп тұрғандай бұрыштарымызды 4 бұрыштеп турап аламыз. Бұны 2 түрлі тұс қосқаным салатқа керемет түс беріп тұрады, өң келтіреді салаттың. Ендігі кезекте жаңа тұз сеуіп қойған баклажанымызды жақсылап жуып, міне көріп тұрғандарыңыздай қоңыр түсті су бөлінеді. Қойып қоямыз. Енді терканың көмегімен сәбізімізді жақсылап өткізіп, ұзыншалатып дайындап аламыз. Міне көріп тұрғандар, дайын болған сәбіздің үстіне чеснокты осындай чеснок езетінің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Енді қызып тұрған майымызға баклажанымызды салып, 5 минут шамасында жақсылап қуырып, содан соң қызып тұрған майға кинза салып, кинзаға жуамызды салып, қуырып, міне, енді баклажанымызды дайын салатқа. Ендігі кезекте пияз, тәтті бұрыштарымыз, ащы бұрышымыз, не бәрін салып дайындап алдық. Енді кезекте уксус, менде 70% 1 шай қасық, енді кинза 1 қасық, кориандр деп те аталады, паприка 1 қасық, бәрі бұл жерде шай қасықпен, қара бұрышта 1 қасық қосылады, 1 қасық тұз, 2 шай қасық қант саламыз. Соевый соустан 3 шай қасық құямыз. Міне видеода бәрі көрсетіліп тұр. Енді осылай араластырып аламыз. Қолдың көмегімен араластырсаңыздар, негізі өздеріңізге оңай болады. Көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластырып, 30 минут көлемінде холодильникке салып қойыңыздар. Сонда дәмдері бір-біріне сіңіп, әдемі болып тұрады. Көрсетіп тұрғандай салатымыз дайын. Өте дәмді әрі жеңіл.